Сәлеметсіздер, құрметті көпшілік. Бүгін біздің отбасылық бағдарламамыз. Бүгін біз әлемдегі ең ғажайып планета жайында сөйлейміз. Әлемдегі ең ғажайып планета не? Білмейміз. Ол әлемдегі ең ғажайып планета біздің жер шары. Ал енді ол неге ғажайып? Мен соны айтып берейін. 2000 жылдың алдында, мыңдаған жылдар бұрын адамдар қандай деп қараған? Жер шары айналмайды. Жер шары айналмайды, күн жер шарын айналады деп қараған да. Жер шары тұрақты тұрады да, айда, күнде, жұлдыздар да жер шарын айналады деп қараған. Содан 500 жыл бұрын Коперник деген ғалым шыққан, Николай Коперник деп аталады. Бұл поляктың ғалымы екен. Аспан төңкерісі деген бір кітап жазыпты. Сол кітабында расымен де төңкеріс әкелген. Ол не деген? Күн тұрақты деген, күнді жер шары айналады деген. Бұл өте үлкен байқау еді астрономиядағы. Өйткені жер шарының күнді айналуы дегеніміз бұрын соңды адамдар ойламаған нәрсе ғой. Ал бұл кейін жаңа Коперникке өте көптеген адамдар қарсы шықты ғой. Кейін қандай болды? Ғылым ақыры өз шындығын мойындады. Көптеген ғалымдар оны мойындапты. Күні бүгінді мойындап жатыр ғой. Енді соны дамытқан. 1920 жылдары Пәуел Хаббл деген адам шыққан. Жер шары құс жолы жұлдыздар жүйесіндегі бір тал шар, бір тал жұлдыз. Ал осы құс жолы жұлдыздар жүйесі сияқты әлемде өте көптеген құс жұлдыздар жүйесі барын анықтаған. Енді осыдан бір назарият болады да. Ендеше біз бір қарапайым жұлдыздың біреуінде жасап жатырмыз деген сөз. Құс жолы жүйесінің өзі бір қарапайым болды. Одан сырт қаншама миллиард жұлдыз бар болды. Сан жеткісіз жұлдыз деген. Ендеше соның ішінде жер шары сияқты тіршілігі бар, ақылды тіршілігі бар, түрлі тіршіліктер өмір сүре алатын мекен болуы мүмкін ғой. Жер шары көптің бірі болады ғой ол кезде. Көптің бірі. Қарапайымдылық, заңдылығы деген осыдан шығады. Жер шары сияқты басқа бір әлемде сондай бір жұлдыз бар шығар деп адамдар зерттеген екен. Содан кейін, енді бұл табылды ма? Содан бері адамдар қандай зерттеу жүргізіп жатыр. Өткен ғасырдың 80-90 жылдарында қандай CATI деген жоспар болған. SETI деген. Марста іздеген. Марстан табылған жоқ, айдан да табылған жоқ. Енді кейбір әлемге саяхаттайтын әлем кемелерін ұшырып жатыр да. Мүмкіндігі жеткен жерге сондай зымырандар ұшырды, кеме ұшырды, әлем кемесін ұшырды. Енді жетпеген жерге не қылды? Түрлі жаңа аспанды бақылайтын, түрлі радарларды қойып әлемнің сигналдарын қабылдады. Өйткені басқа бір жұлдызда сондай адам сияқты жоғары қабілетке тіршілік есі бар болса, ол әлемге сигнал жіберу мүмкін деп ойлады да. Сондай түрлі недермен сигнал қабылдады. Бірақ қазірге дейін ешбір анықталған сигнал жоқ. Содан ғалымдар әңкі-тәңкі болды. Сонда қазір адамдардың сигнал қабылдай алатын көлемі қанша? 100 миллион жарық жылына барады. Ешқандай одан бір жіп үшін таба алмай отыр. Сонымен жаңағы 60 неше жылдық іздеуден кейін адамзат қарапайымдылық теориясы деген жүзеге аспайды екен деп қарады. Өйткені жер шары қарапайым шар емес. Қарапайым миллиардтаған жұлдыздың біреуі ғана емес. Ол миллиардтың ішінде ең ерекше екен деп соны дәлелдеуге тырысты. Мысалы, жер шарында тіршілік болу үшін әдетте 20 неше түрлі шарт жағдай керек екен. Соның мен ең негізгілерін айтып өтейін да. Бірінші, егер жер шарынан бүкіл тіршілікті алып тастасақ, жер шарында не қалуы мүмкін? Бүкіл тіршілік? Ауа қалуы мүмкін. Тағы не қалуы мүмкін? Су. Бұл басқа планеталарды іздегенде ешқандай да су табылмаған. Қазірге дейінгі планетада. Бұл су бар. Сұйық күйдегі су тіршіліктің тірегі. Су болған соң бар тіршілік пайда болады. Бүкіл жер шарының қан тамыры сияқты. Бұл бүкіл нәрсені бір-біріне тасымалданып тіршілікті пайда қылады. Тіршілік мүлде судан айырылмайды. Сосын судың екінші ерекшелігі не? Ол температураны сақтайды.
Мысалы, теңізбен құрлық бар ғой. Егер су болмаса, түннің және күндіздің температурасы өте farklı болып кетеді. Мысалы, айда қандай? Күндіз ысығанда 180-ге дейін барады екен градус. Күйіп қаласың. Түнде -180-ге дейін кетіп қалады екен. Ол кезде мүмкін емес қой, тіршілік ету мүмкін емес. Сондықтан ол жерде қандай? Су болмағаннан кейін сонда. Енді жер шарында су бар. Ол өте ысып кетпейді, өте суып кетпейді, соны сақтап береді. Түсінікті ме? Өте көп күйде, көп мөлшерде су бар. Сосын жер шары қандай орналасқан? Күннен алыс емес, жақын емес, дәл ең жайлы белдеуде орналасқан. Бұл кездейсоқтық па? Бұндай орналасу өте миллионнан бір мүмкіндік та, өте қиын. Сосын жердің орбитасы өте ұзақ емес, мысалы. Күннен өте алыстап кетпейді, өте жақындап бармайды. Дөңгелекке жақындау формада. Өте алыс кетіп қалса, онда үсіп қалады ғой ішінде. Өте жақын келсе күйіп қалады. Сонда бұл өте шебер орналастыру дейді, өте математикалық есептеумен орналастырылған сияқты. Сосын жер планетасының дейді, үлкен кішілігі, тығыздығы ерекше ойластырылған дейді. Өте үлкен болса қандай? Ол кезде адамдардың өмір сүру қиын болады, ана тартылыс күші өте жоғары болады. Былайша айтқанда өте кішкене, мысалы, айға барып 6 метрге секіру деген өте оңай. Өйткені оның тартылыс күші әлсіз. Секіре бересің биік. Ал жерде қандай? Ұзасы 1-2 метрге секіресің. Өйткені жердің тартылыс күші жоғары. Өте жоғары болатын болса, ол мүмкін емес. Құстар ұша алмай қалатын, сонда өте қиын болып кетеді. Өте кішкене болса да болмайды. Өте тығыз болса да, өте бос болса да болмайды дегендей. Сонда бұл үстіндегі ауаны ұстап тұру үшін өте керек. Ауа қандай? Ол жердің жаңа массасына байланысты, үлкендігіне байланысты, тығыздығына байланысты, сонда ауаны дәл қалпында ұстап тұр деген сөз. Сонда бұның барлығы өте ғажап орналастырылғанда, содан кейін тіпті де ғажап бір нәрсе бар екен. Жерде қандай? Серік бар. Ай бар ғой. Мына ай, басқа планеталардың көбінде ай сияқты серік жоқ. Ай сияқты жердің бір серігі болу, ол өте қиын нәрсе. Ал айдың ролына жай қарауға болмайды. Ай қандай екен? Жердің өз-өзіне айналғандағы өсіп бар ғой. Осының айналып кетпеуін, немесе солқылдап кетпеуін, осындай бір қалыпта айналуын, ауытқып кетпеуін кепіл екен. Егер ол ауытқып келсе не болады? Ауытқып келсе, теңіз шайқалып кетуі мүмкін. Түрлі апаттар болып кетуі. Сондықтан айдың болуы бұл өте ғажайып. Ондай серігі бар планеталар тым сирек. Жер шарында қандай? Тұрақты магнит өрісі бар. Магнит өрісінен пайдаланып, құстар жылы жаққа ұшады. Магнит өрісінен пайдаланып, компас істеп тұр. Өте көптеген жұмыстар магнит өрісіне байланысты. Өте тұрақты. Бұл көптеген планеталарда жоқ. Бұның өзі өте бір кездейсоқ жағдай. Жер бетінде, жер шарында өте ғажайып. Озон қабаты мен оттегі қабаты бар. Азот пен оттегі бар да. Бұл дәл өздерінің принципі бойынша орналасқан. Олардың керемет жері не дегенде? Бірі тіршілікке өте қажет. Екіншісі түрлі жұлдыздардың радиациясын тозады. Мысалы, күннен біз жарықты ғана көріп жүрміз. Сол озон қабаты бізге тек көзге көрінетін жарықты осындай дәл керекті толқынды ғана өткізіп тұр. Ал күннен мұнаншалықты кең толқын өтеді. Оның көбі ультра қызыл сәуле, инфра күлгін сәуле дегендер тіке өтіп кетсе, өлтіріп қиратып кетеді. Ауру болады немесе. Зиянды сәулелердің барлығын тосып, ең керекті жарықты ғана өткізіп тұр. Бұл өте ғажайып нәрсе ғой. Кездейсоқ емес қой ол. Дәл керекті жарықты ғана өткізіп тұр да. Бұл біздің ауаның керемет жері. Ал сосын ол өте мөлдір, тұнық. Басқа планеталарға барған кезде аспан түрлі газдар бар енді. Түрлі шаңыт бар да. Жарық дұрыс өтпейді. Қараңғы қапас сияқты, күңгірт бірдеңе болып тұрады. Ал қандай? Жер шарының аспаны өп мөлдір ғой. Жарық әп-әдемі өтіп тұр ғой. Аспан қарасаң көп күңгірт. Бұл дегеніміз өте ғажайып нәрсе. Бірақ бұның біз қадірін біле бермеуіміз мүмкін. Басқа планетаға барғанда сол кезде байқаған.
Ал сосын жер мен теңіздің салыстырмасын айтайық. Құрлық 22%, теңіз 78%-ды ұстайды деп мөлшерлеп айтылады да. Ал егер бұл алтын өлшеуіш бойынша орналаспаған болса дейді, құрлық өте үлкен болса, жаңағы су айналыс жүйесі дұрыс болмай қалады. Теңіздің жаңағы температураны сақтауы дұрыс болмай қалады. Мысалы теңіз суы сәл ысыса не болады? Үлкен апаттар. Австралиядағы өрт содан шыққан ғой. Теңіз суы 1-2 цельсий градус ыстық болса болды, үлкен апат пайда болып кетеді. 1-2 цельсий градус суық болса үлкен апат пайда болады. Сондықтан ол температураны, бүкіл әлемдік температураны ұстап тұрған климатты меңгеруші деп айтуға болады. Бұның өзі өте дәлдікпен орналастырылған да. Сосын жердің тағы бір үлкен ерекшелігі не екен? Жер қыртысы өте жоқ екен. Бұл басқа планеталарда ондай қыртыс жоқ, немесе өте қалың. Ал жер қыртысы беткі қабаты қозғалған кезде қайтеді? Одан жанар табатылады, одан түрлі минералдар бөлініп шығады бастысы. Жаңағы өсімдіктердің өсуіне қажетті, мысалы, түрлі көміртекті, түрлі минералдар, кальций бірдеңе дейміз, мырыш дейміз, түрлі металдар, олар бөлініп шығу барысында тіршілікке өте қажетті болады. Демек, басқа планета бір тал кесек тас сияқты. Ештеңе жоқ еді. Ал жер шары бөлек-бөлек қозғалыста. Ол өзі бір қозғалыста. Сол қозғалысының өзінен тіршілік пайда болуы өте мүмкін. Демек, жер шарының ондай қозғалыста болу басқа планетада кезігу өте мүмкін емес бір жағдай екен. Өте мүмкіндігі төмен. Басқа планеталарға әдетте көбінде жарық беріп тұратын күн сияқты тұрақты жұлдыз жоқ дейді.Есе тұрақты жұлдыздан өте алыс. Ғажабы, жер шарына сондай тұрақты жарық беріп тұратын күн бар. Ал күн қандай? Ол жарқылдап тұрған жоқ қой. Кейбір тұрақты жұлдыз болады екен, ол өте жарқылдап тұрады екен, жарқылдап жатыр. Онда өлдің ғой. Мысалы, кейбір тұрақты жұлдыз 10 жыл сөніп, 10 жыл жанып тұрады екен. Онда да қиын ғой, Ал күн ең лайықты жылуын үнемі адамдарға беріп тұрады. Ол жылу шығарып тұрады, жарық шығарып тұрады, өте жанға жайлы жарық. Міне осының арқасында тіршілік пайда болып жатыр. Сонда күн сияқты бір ірі тұрақты жұлдыздың жанында, мәңгі қозғалмайтын жұлдыздың жанынан жылу алып тұру, дәл соған өте жақын емес, өте алыс емес аралықта болу, ол күн өте үлкен емес. Өте үлкен болса, ол жұлдыздардың барын жұтып кетеді. Өте кішкене емес. Кішкене болса, жұлдыздар оған жоламай кетеді, алыстап кетеді. Сонда дәл сондай аралықта болу. Бұның барлық физикалық, математикалық өлшемдер бойынша орналастырған сияқты дейді. Бұл құс жолы жүйесінің жер шары өте центріне ала емес екен. Өте ішіне ала емес. Өте сыртынан алады емес екен. Құс жолы жүйесінің бір ең жайлы аймағында. Неге десеңіз, өте ішкері болса, басқа ірі планеталар тартып кетеді. Ол тартып кетсе өзіне жұтып кетеді. Өте ірі планета болады іш жағында. Сырт жағына өте сыртын ала келсе, мысалы, жер шарының өзегі темір деп отырмыз. Өте сыртын ала планеталарда өзегі темір болмайды екен. Ал өзегінің темір болуы оның магнит өрісінің қалыптасуына үлкен әсер етеді екен. Сонда бұл нәрсе барлығы бір шебер орналастырылған сияқты. Дәл қарасаңыз, құс жолы жүйесіндегі орны ең жайлы аймақ болып отыр ғой. Өйткені өте сыртқа болса да, өте ішке болса да болмайды. Және оның жайлылығы қай жерінде дегенде біз аспанда ашық көреміз. Басқа жұлдыздар шоғырында ашық көреміз. Бұл ғажап нәрсе де. Бұны әдетте адамдар байқамайды. Басқа жұлдыздарды қалай көріп тұрмыз деген ойламайды. Ал қандай? Басқа бір планетаға барсаңыз, ондай жұлдыздар көрінбейді. Өйткені не өте ішкері, не аспан шаңытының ішінде. Бұлдыр, ештеңе көрінбейді аспаннан. Сондай жерде орналасқан. Ал адамдар сондай мөп-мөлдір жеріне әдейі жер шарына орналастырып қойған дейді. Ал жер шарына қарасаңыз, егер оның бетінде тек қана жан-жануар болатын болса, ақылды тіршілік болмайтын болса, онда мөлдірің, аспанның мөлдір болуының не керегі бар? Өйткені олар мәңгі бақи аспанға қарамайды ғой. Сондықтан дейді,
ол жер шарында адамзат болуының өзі үлкен қажеттілік, үлкен орналастыру дейді. Өйткені сонда одан мағына шығады дейді да. Сонда аспанды зерттейтін тіршілік пайда болады. Көрдің бе? Бұның бәрі кездейсоқтық емес. Ал құс жолы жүйесінің кейбір жолақ белдеулерін орналасып қалса дейді да, ол кез келген уақытта партылайтын жұлдыздар болады. Сонда жер шарға келген ең қауіпсіз жерге орналасқан жұлдыздар шоғыры. Бүкіл жүйенің ішінде ең қауіпсіз жер, ең әдемі жер, ең жайлы жерге орналасқан. Енді бұл осылай жай ғана есептегенде 20 неше мүмкіндік болып тұр да. 20 неше шарт. Осы шарттардың орындалуы дейді да, артына 1-0 жалғай берді ғалымдар. Сонда бірдің артына 20-0 жалғағаннан 1 болғандағы мүмкіндік дейді. Бұл дегеніміз дәл құс жолы жүйесінде бір ғана тіршілігі бар жер шары болу мүмкіндігі бар. Жер шары. Басқа күн жүйесінде басқа жер шары болу мүмкіндігі жоқ. Сонда Марсқа болмайды ма? Мүлдем. Енді оны Марс тағы да зерттеп жатыр. Кейбір нәрсені адам күшімен жасанды орналастырамыз деп жатыр да. Оның жүзеге асу үлкен күшпен, үлкен ғылым техниканы қажет ететін болуы. Құс жолы жүйесінде 10 миллиард жұлдыз бар десе, сондағы жер сияқты тіршілігі бар планетаның болуы сол 10 миллиардтан 1 жалғыз жер шарында болады дейді. Демек бұл қарапайымдылық емес. Басқа жүйелердің дәл құс жолы жүйесі сияқты бола қою екіталай. О да бір. Сосын жаңағы 20 неше шартты айтып отыр. Кейбір шарттар дейді, ол 10-нан 1 емес дейді. 1-0 жалғаса, ол 4-5-0 жалғағанға тура келуі мүмкін. Мысалы, қазір неше 100 мың жұлдызды барлап болды, бірақ солардың барлығында су жоқ. Су болу деген шарттың өзін орындай алмай тұр. Одан басқа жаңағы барлығының дәл келуі, барлығының есептегідей шығуы ол өте қиын. Адамзат әлі квант назариясын толық зерттеп бола алған жоқ. Ол не үшін кванттық екі бөлшектің не үшін бұлай тынымсыз қозғалып тұратындығының бір-біріне әсер ететіндігін әлі шешіп бола алған жоқ. Демек дейді, ғалымдар зерттей келе, Ньютон болсын, Эйнштейн болсын, түрлі ғалымдар бар ғой, барлығы зерттей келе былай деп тұжырымдаған. Бұны бір шебер қолмен өте есептеп барып орналастырған сияқты дейді. Барлық нәрсе. Жер шарында тіршілік болуын, сондай заңдылықтарға сай болуын өте мұқият жобалаған сияқты дейді. Әйтпесе мұндай дәл келіп қалуы, кездейсоқ болуы мүмкін емес. Бұл басқа бір жерде де ондай болу. Оның соншалықты дәл келіп тұруы, соншалықты жайлы аймақтарда, соншалық үлкен кішілік жағынан дәл келіп тұруы, ол өте қиын. Бұл енді сендер зерттеуге тиісті бір сырлы әлем. Бұның қазіргі ұрпақтар ондай шешімін, жауабын таба алған жоқ, бірақ кейінгі ұрпақтардың көзі жетуі мүмкін. Қазір біз қылаяғы, қазіргі адамзат ай шарына барып қона алған жоқ. Қазіргі адамзат айды түгел зерттеп бола алған жоқ. Тіпті кішкентай бір вирусқа да шамасы жетпей жатыр. Сонда зерттейтін жұмбаққа, сырға толы дүниелер өте көп. Демек, жер шарының өзінің жұмбағы жетерлік. Ал бұл қазір айтылып отырған 20 неше ғана шарт. Бәлкім ол 100 шарт болуы мүмкін. Әлі айтылмаған шарттар қаншама ол, өте көп. Мысалы, 108 элемент болуы, оның ішіне адамға қажеттілерінің мол болуы, кейбір 18 мың ғалам дейміз, сол түрлі тіршілік иелерінің болуы, оның бәрінің адамзатқа қызмет етуі, оны қалай түсіндіруге? Сонда бұл бір сырлы әлем. Бүгінгі бағдарламамыз осы араға дейін Аяқталды. аяқталды ма? Иә. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.